Сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Егер де осы сабақты көріп отырсаңыздар, значит, сіз алғашқы деңгейдің жақсы деңгейіне жетіп қалдыңыз деген сөз. Жарайсыз. Алдағы кезеңдерде де дәл осындай қарқынмен алдыға жылжимыз. Сәттілік. Ал бүгінгі тақырып бізде countable және uncountable nouns болады. Ең оңай тақырыптардың бірі, қазір бірге шемішкеде шағып тастаймыз. Ал кеттік. Жалпы қазір қарастыратын ережеміз қазақ тілінде де бар. Себебі countable деген сөзді қазақшаға аударсақ, саналатын дегенді білдіреді. Uncountable саналмайтын. Ал nouns ол қазақша зат есімдер. Сонда countable nouns саналатын зат есімдер, uncountable саналмайтын зат есімдер. Қазір екеуін бөлек-бөлек қарастырамыз. Бірінші countable nouns'тан бастайық, иә? Жалпы санауға болатын кез келген затты біз countable деп атаймыз. Жалпы count дегеннің өзі жеке санау дегенді білдіреді. Окей? Мысалы, бізде book кітап саналады, student оқушы, иә? Apple алма, одан кейін chair орындық, house үй, car көлік. Мысалы, бұлардың барлығы саналады. Бұны сіздер көзбен көріп, қолмен ұстай аласыздар және санауға келеді, иә? Бірден бастап мыңдық, жүздік әрі қарай кете береді. Одан кейін осындай саналатын сөздерге сіздер әлбетте сандарды қоса аласыздар. Яғни one book, two books, two students, иә? Бұл жағынан ешқандай қиындық жоқ. Яғни санына қарай кез келген санды қасына жалғап айта бересіздер. Мысалы, бір кітап, екі кітап деген сияқты. Ендігі негізгі ерекшеліктеріне тоқталайық. Біріншісі articles'тар. Егер де сіздің зат есіміңіз саналатын болса, және оның саны біреу ғана болса, және жалпы мағынаны білдірсе, онда оның қасына артиклді жалғауды ұмытпаңыздар. Естеріңізде болса, бізде үш артиклдің түрі бар, иә? N және Z. Бұлардың ережесін алдыңғы сабақта жеке үйренген болатынбыз. Яғни бұл тек қана countable'дың өзінің ерекшелігі. Uncountable'ға біз ешқашан articles'тар жалғамаймыз. Екінші ерекшелігі, біз бұдан көпше түрін жасай аламыз. Яғни саналатын зат есімдерді көпшеге айналдыру өте оңай. Оның ең соңына жаңағы s-ті жалғай саламыз. Болды. Мысалы, book, books, student, students. Яғни артық бір энергияны жұмсаудың қажеті жоқ, жай ғана s жалғаймыз. Сонда бізде уже екіден көп заттарды білдіретін көпше сөз шығады. Окей? Мысалы, I have 3 books. Менде 3 кітап бар. Екінші бізде ең бастысы мұның жаттап алу керек болады. Өйткені қазір менің айтатын сөздерім именно countable сөздермен бірге жүреді. Біз оларды uncountable'ға қоса алмаймыз. Бұл сөздеріміз many және few. Many'дің тікелей аудармасы көп, few'дікі аз. Мысалы, менде өте көп оқушылар бар. I have many students. Енді екіншісі I have few students. Менде аз студенттер бар. Яғни, бұл екеуін біз тек қана саналатын зат есімдермен қолдана алады екенбіз. Өйткені uncountable жаңағы саналмайтын зат есімнің өзінің жеке осындай көп, аз деген мағынаны білдіретін ағылшынша сөздері бар. Сол себепті осы many мен few'ді тек қана саналатын зат есімдердің сөзі ретінде жаттап алайық. Окей? Мысалын көрейік тағы да. Жаңа біріншісін айтып кеттік қой. There are many students in the class. Яғни сыныпта өте көп студенттер бар. Екінші мысал, I have few friends. Яғни менде аз қандай ғана достар бар. Окей? Жаңағы friends та, бізде students та санауға болатын сөздер. Сол себепті көп пен азды осы екі вариантты айтамыз. Many мен few деп. Окей. Енді сұрақ қою форматы да кішкене өзгешелеу. Егер де сіздер саналатын зат есімге сұрақ қоятын болсаңыз, мысалы қанша деп, онда сіздер how many деп айтасыздар. How many. Окей? И плюс уже жаңағы countable наундарыңызды бірге қосып жазасыздар. Тура мына жердегі структура бойынша. Мысалы, how many books do you have? Сенде қанша кітап бар? Осы структураны жаттап алсаңыздар жеткілікті. Кез келген сұрақ қойған кезде осы сөзді қоя бересіздер. How many. Екінші мысалды көрейік. How many students are there? Яғни бұл жерде қанша студент бар? Тура жаңағы структура. Good job. Countable noun'ды аяқтадық. Енді uncountable nouns'ға көшейік. Бұл бізде саналмайтын зат есімдер. Және бұны біз ешқашан жеке-жеке санай алмаймыз. Олардың қатарына сұйықтықтар және саны өте көп заттар
және үшіншісі абстрактты ұғымдар кіреді. Абстракт ұғым дегеніміз көзге көрінбейтін және ұстауға болмайтын ұғымдар. Оған сезім, идея, қасиет, жағдай сияқты нәрселер жатады. Онымен қоса ауа райы да осы uncountable-ға жатады. Және ең қызығы біздегі money, ақша, information, advice деген сияқты нәрселер де осы uncountable-ға жатады. Бірақ та көп адам осыны шатастырып жатады. Ақша ол саналады деп. Жоқ, бұл бізде uncountable наунға жатады, саналмайды. Окей? Енді бұлардың өзінің жеке ережесі бар. Қазір мына экранда көрсетілген сөздерді бірге оқып шығайық. Бұлардың барлығы бізде uncountable-ға жатады. Кеттік. Water, milk, sugar, rice, money, information, advice, time, weather, tea. Окей, great. Егер де сізде жаңа сөз болса, ол жерге сөздерді жазып алсаңыздар болады. Good job. Енді бұның ерекшелігі неде? Жаңағы countable nouns-та қосқан 1, 2, 3 деген сияқты сандарды бұл сөздердің алдына қоса алмаймыз. Себебі бұлар саналмайды ғой. Саналмаса, значит біз сан қоса алмаймыз деген сөз. Ешқашан one water деп айтпаймыз. Okay? I drink one water. Немесе тағы не бар? I drink 2 milks. No, we cannot. Біз бұлай айта алмаймыз. Okay? Жай ғана water, milk, sugar. Енді бұның негізгі ерекшеліктеріне көшейік. Біріншісі жаңа басында айтып кеткендей, uncountable nouns-қа біз article жалғай алмаймыз. Олар article-сыз жүреді. Мысалы water, milk, information. Бірақ никогда a water деп айтпаймыз. Мысалы I drink water. Мен су ішемін. Бірақ I drink a water емес. Екінші мысалды қарайық. She gave me information. Ол маған ақпарат берді. Бұл жерде ешқандай article жоқ. Яғни бұл бізде дұрыс сөйлем. Себебі information ол саналмайтын зат есімдердің қатарына жатады. Екінші ерекшелігі көпше түрі болмайды. Яғни ол көпше де жекеше де болып бір сөз арқылы білдіреді. Мысалы water, waters деп айта алмаймыз. Оған әш жалғай алмаймыз жалпы қарапайым тілмен айтқан кезде. Milk болып қалады. Information болып қалады. Но өте көп қателіктердің бірі informations деп әш жалғайтын жағдай болады. Жоқ, ондай қателік жасамаймыз. Information ол саналмайтынға жатқандықтан S жалғанбайды. То же самое advice деген сөзбен оған да S жалғамаймыз. Advice өзі кеңес дегенді білдіреді. Окей? Information сияқты сөз. Так, мына жерде енді жаңағы сіздерге жаттап алыңыздар деп айтып едім ғой. Көп және аз дегеннің именно countable-ға қолданылатын сөздеріне. Вот себебі осы да, өйткені uncountable-дың өзінің жеке мағыналық сөздері бар. Егер де сіздер саналмайтын заттарды да көп деп айтқыларыңыз келсе, мысалы менде көп су бар, көп сүт бар, онда much дегенді қолданасыздар. Ал егер де аз дейтін болсаңыздар, онда наоборот little деп айтасыздар. Жаңа countable-да сіздер few деген боласыздар, аз дегенді, а мына жерде уже little. Окей, мысалы менде аз су бар, менде аз информация бар. I have little information. Мысалдарын қарайық. There is much water. Мына жерде көп су. Екінші, I have little money. Менде аз ақша бар. Ал енді бұған сұрақ қойған кезде, жаңа countable-да біз how many деген болатынбыз. Ал мына жерде уже how much. Даже бұл сөзді еске түсіре жатсаңыздар, көбінесе шетелде қалдырған кезде, бағасы қанша деп сұраған кезде how much деп айтады ғой. Вот осыдан шыққан ғой. Яғни how much бізде саналмайтын зат есімдердің сұрағына қолданылады. How much деп айтып аласыздар, одан кейін уже жаңағы саналмайтын заттарыңызды соған жалғап қоясыздар. Например, how much water do you drink? Сен қанша су ішесің? Окей? Бірақ та, достар, how many water do you drink? Жоқ, олай айтпаймыз, окей? Уже жаңағы ережемізге қайшы болып кетеді. Бұл жағы түсінікті деген ойдамын, иә? Тағы бір мысал көрейік. How much money do you have? Сенде қанша ақша бар? Енді қазір біз uncountable nouns-тың санау жолдарын қарастырайық. Санауға болады оларды, бірақ та мынандай бір шартпен. Оларға біз, яғни алдына a piece of, a cup of, a bottle of деген сөздерді жалғауымыз қажет болады. Бұл жерде a piece of деген бөлік дегенді білдіреді. A cup of ол бір кесе деген мағынаны білдіреді. A bottle of ол бір бөтелке деген мағынаны білдіреді. Мысалын қарайық. A glass of water бір стакан су. Glass деген өзі стакан дегенді білдіреді. A cup of tea бір кесе шай. A bottle of milk бір бөтелке сүт. A piece of advice бір кеңес. A piece of information бір ақпарат.
деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I drink 2 cups of tea. Мен 2 кесе шай ішемін. Көрдіңіздер ма? Сіздер уже оның санын айта аласыздар, потому что сіздер жаңағы шайды уже саналатын заттың ішіне құйдыңыздар ғой. Біз кесені, стаканды санай аламыз ғой. Сол себепті уже ол сұйықтық емес, стаканның ішінде тұрған зат ретінде есептелінеді. Сол себепті біз уже сүттің, судың өзін емес, стаканды санаймыз. Вот сол кезде біз уже жаңағы countable noun сияқты айта аламыз деген сөз. Мысалы, she gave me a piece of advice. Ол маған бір кеңес берді. Енді мына жерде біз мынандай қателіктерді қарайық, жиі қайталанатын. Ол бізде an advice you. Бұл дұрыс емес. Егер де сіздер бір кеңес деп айтқыларыңыз келсе, онда лучше a piece of advice дегендеріңіз дұрыс болады. Екінші сөз furnitures. Бұл жерде s жалғамаймыз, өйткені бұл саналмайтын. Одан кейін homeworks тоже саналмайды, homework деп айтамыз. Осыларды жазып алсаңыздар болады, дұрыс варианттан. Келесінде some мен any деген сөзге назар аударайық. Бұл екеуі енді countable мен uncountable-ға да бірге қолданыла береді. Бірақ өзінің жеке ерекшеліктері бар. Бірінші some'нан бастайық. Some дегеніміз қазақша аудармасы біраз және бірнеше деген мағынада. Осын жазып алайықшы. Some біраз және бірнеше. Осы екі логиканы береді. Мысалы, I have some books. Менде бірнеше кітап бар. We need some water. Бізге біраз су керек. She bought some apples. Ол бірнеше алма сатып алды. There is some tea. Біраз шай бар. Okay? Енді some қай кезде қолданылады, соны қарастырайықшы. Бірінші, ол болымды сөйлемде қолданылады, яғни positive sentence-та. Мысалы, I have some friends. Менің бірнеше досым бар. She has some homework. Оның біраз үй жұмысы бар. Яғни, жалпы болымды сөйлемді айтқан кезде some'ды қолданасыздар. Уже any қандай кезде қолданылатынын түсіне беруге болады, если some позитивті қолданса. Екінші мағынасы, ол ұсыныс жасағанда. Мысалы, would you like some tea? Шай ішесің бе деген логикада. Okay? Do you want some cake? Торт қалайсың ба? Деген логикада. Яғни, ұсыныс жасасаң, қалайсың ба деген логикада. Онда осы some'ды қолдансаңыздар болады. Үшінші, ол өтініш жасағанда. Мысалы, can I have some water? Маған біраз су бересіз бе? Немесе, can you give me some advice? Маған кеңес бересіз бе? Бірнеше, кішігірім. Яғни, осы үш түрі бар. Өтініш жасағанда, ұсыныс жасағанда және болымды сөйлемде. Енді any'ға көшейік. Any'дің өзінің екі түрі бар қолданылатын. Біріншісі ол сұрақ қойған кезде, екіншісі болымсыз сөйлемде. Қазақ тілінде any деген сөз екі түрлі мағынаға ие. Біріншісі ол қандай да бір, бұл сұрақ қойған кезде қолданылады. Сосын ешқандай деген мағына ол уже негатив, яғни болымсыз сөйлемде қолданылады. Осы екі мағынасында бірге жазып алыңыздар, және жақшаның ішіне қандай жағдайда қолданылатынын жазып қойсаңыздар болады. Мысалын көрейік. Do you have any books? Сенде кітап бар ма деген логикада. I don't have any money. Менде ақша жоқ. Do we have any homework? Бізде үй жұмысы бар ма? She doesn't have any friends. Оның достары жоқ деген логикада. Яғни бұл жерде ешқандай деген мағынада білдіріп тұр. Және бізде any өзі сұрақ қойғанда дедік, екіншісі болымсыз сөйлемде дедік. Яғни осы екеуі ғана any'дің негізгі жұмысы. Сөйлемдеріңіз сұрақ болса, именно бір нәрсенің санын сұраған кезде, тогда any'ді қолдана бересіздер. Онымен қоса, any'ді кей кездерде біз кез келген деген мағынада қолдана аламыз. Мысалы, you can choose any book. Сен кез келген кітапты таңдай аласың. Немесе, come anytime. Кез келген уақытта кел. Ask any student. Кез келген оқушыдан сұра. Бұл мағынасында жазып қойсаңыздар болады, яғни кез келген. Жарайсыңдар студенттер, сабақ осымен аяқталды. Қазір осы тақырыпты қорытындылау үшін асыдағы тапсырмаларды орындайық және мұғалімге жіберейік. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болса, астында комментарий болады осы сабақтың, ең астында сол жерге жазсаңыздар болады. Жақсы, сәттілік.